Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы мынау қай жануарлардың мүсіні? Это статуя какого животного? Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Мүсін, скульптура, статуя, мүсін, қала, город, қала, әлемдегі, в мире, әлемдегі, сұр, серый, сұр, барыс, барс, барс, жылан, змея, жылан, олу, улитка, олу. Есіне сақта, запомни. Страница 108. Жануардың мүсіні, статуя животного. Жануар, животное. Статуя животного. Обратите внимание, жануардың. Статуя животного. Барстың мүсіні, статуя барса. Тауықтың мүсіні, статуя курицы. Тауықтың мүсіні. Оқы, қайтала. 188 бет. Прочитай, повтори. Бұл жылқының мүсіні. Это статуя лошади. Бұл жылқының мүсіні. Ол тастан жасалған. Он сделан из камня. Мүсіннің түсі сұр. Цвет. Статуя серый. Оқылым 108 бет, бірінші тапсырма. Мәтінді оқы, түсінгеніңді айт. Прочитай текст, что понял, расскажи. Алматы әлемдегі ең сұлу қала. Алматы в мире самый красивый город. Қалада гүлзар, демалыс алаңына субұрқақ көп. В городе много цветочных садиков или клумб, площадей для отдыха, фонтанов. Олардың сәулеті әр түрлі. Их архитектура разнообразная. Мен жазда достарыммен шығыс күнтізбесі сұрпаққағына барамын. Я летом с друзьями пойду на фонтан восточный календарь. Жазда субұрқақтан салқын жел соғады. Летом дует прохладный ветер с фонтана. Біз онда шомыламыз, мы там купаемся. Для того, чтобы рассказать то, что вы поняли, можете пользоваться вопросами. И их ответы будут как пересказ. Алматы қандай қала? Алматы какой город? Алматы әлемдегі ең сұлу қала. Қалада нелер көп? Что много в городе? Қалада гүлзар, демалыс алаңы, субұрқақ көп. Олардың сәулеті қандай? Их архитектура какая? Олардың сәулеті әр түрлі. Сен жазда қайда барасың? Ты летом куда пойдешь? Мен жазда субұрқаққа барамын. Жазылым екінші тапсырма 109 бет. Интернеттен шығыс күнтізбесі сұрпаққағының суретін тауып қара, жануарлардың атын үлгі бойынша жаз. Ребята, там дан образец. Вы в интернете должны найти фонтан под названием «Восточный календарь» и написать по образцу. Вот мы написали по образцу. Бұл егеу құйрықтың мүсіні.
Это статуя крысы. Мүсін өте әдемі. Статуя очень красивая. Егеуқұйрық күнтізбеде бірінші орында тұр. Крыса стоит на первом месте. Бұл сиырдың мүсіні. Здесь, ребята, ошибка. И должно быть. Сиырдың мүсіні. Это статуя коровы. Мүсін өте әдемі. Статуя очень красивая. Сиыр күнтізбеде екінші орында тұр. Корова стоит в календаре во втором месте. Бұл барстың мүсіні. Это статуя барса. Мүсін өте әдемі. Статуя очень красивая. Бұрыс күнтізбеде үшінші орында тұр. Барс стоит в календаре на третьем месте. Бұл қоянның мүсіні. Это статуя зайца. Мүсін өте әдемі. Статуя очень красивая. Қоян күнтізбеде төртінші орында тұр. В календаре заяц стоит на четвертом и так далее. По восточному календарю какие животные в какое место, какое место занимает. По счету. Айтылым. 109-ші бет үлгі. Саған, оған не ұнайды? Ол ненің суреті, ол қандай? По картинкам будем отвечать на первый вопрос. Саған не ұнайды? Тебе что нравится? Маған жылқы ұнайды. Маған қой ұнайды. Маған ит ұнайды. Ол ненің суреті? Ол жылқының суреті. Ол қойдың суреті. Ол иттің суреті. Ол қандай? Ол әдемі. Оған не ұнайды? Ему что нравится? Оған маймыл, егеуқұйрық, қоян, сиыр ұнайды. Ол ненің суреті? Ол маймылдың суреті. Ол егеуқұйрықтың суреті. Ол қоянның суреті. Ол сиырдың суреті. Ол қандай? Ол әдемі. Саған не ұнайды? Что тебе нравится? Маған жылан ұнайды. Маған барс ұнайды. Маған қабан ұнайды. Маған ұлы ұнайды. Маған тауық ұнайды. Ол ненің суреті? Ол жыланның суреті. Ол барстың суреті. Ол қабанның суреті. Ол ұлудың суреті. Ол тауықтың суреті. Жазылым 109-ші бет 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вместо многоточия вы должны вставить слова, но здесь уже вставлены. Әлбекке тауық ұнайды. Әлбеку нравится курица. Маған ит ұнайды. Мне нравится собака. Саған қоянның мүсіні ұнайды. Тебе нравится статуя зайца. Оған жылан ұнайды. Ему нравится змея. Інісіне ұлу мен барс ұнайды. Братишке нравится улитка и барс. Олар жанды табиғатқа жатады. Они относятся к живой природе. Адам да жанды табиғатқа жатады. И человек относится к живой природе. Выделены слова маған, мне. Запомните, маған, мне. Саған, тебе. Саған, тебе. Оған, ему или ей. Оған, ему или ей.